Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Үйдің ерке тотайы болып өскен қыз едім. Есімім Әсем. Әкемнің ерке қызы болдым. Бақуатты отбасынан шықсам да намысшыл, әкемнің мінезінен сескенетінбіз. Әкем мемлекет қызметкері, анам жеке тігін шеберханасы бар. Үйде 3 баламыз, мен ең кенжесімін. Ағам мен әпкем бар, олар мектеп бітіріп, өз жолдарымен кеткен жандар. Мен мектепті үздік бітіріп, ата-анамның үмітін ақтаймын, оқуға түсемін деген арманымды өз қолыммен келмеске жібердім. Жасым небәрі 17 жаста еді. Ессіз ғашық болған жігітім 22 жаста. Ол жігіттің менің жарым болшы деген ұсынысын мектеп бітіру кешінде қабыл алып келістім. Оқуға бармай жатып тұрмысқа шығуға асықтым. Шет жағасын үйдегілерге айтып едім. Бұл қылығымды ата-анам аса қолдамады. Өйткені олар жігітімнің отбасын танитын еді. Бір қалада, бір көшеде тұратынбыз. Бірақ махаббат бәрін жеңеді деген үмітпен айтқанымнан қайтпай түбі бас қостық. Жігітім де аса кедей тұрмайды. Тұрмыс тіршілігі орташа, үйдің жалғыз басты ерке баласы. Ата-анам қарсы болғаны, жігітім жалғыз бала болған соң рұқсат бергілері келмеді. Бір жағы енемнің мінезі біраз адамға белгілі болған. Ол кезде маған енемнің шайпау мінезі қызық болмады. Тек сүйген адамым жанымда болса, бар қиындықты артта қалдырамыз деген сенімде болдым. Сөйтсем шынайы өмір басқаша екен. Мен ойлап жүрген әлемнің бәрі қиял екен. Шынайы әлемге келген мен кәдімгідей қиналдым. Бірақ күйеуімді сүйемін деп өзімді алдап жүре бердім. Әкем беделді қызметте болғасын мені сырттай ақылы оқуға түсірді. Оқудың ақшасын өзім төлеймін. Оқу қызым, қайын жұртыңа жоғары білімі жоқ деген сөзге қалғаныңды қаламаймын деп мені бөтен үйдеге қимаса да құшағына басып жібергісі келмеді. Олар үшін әлі кішкентай қыз едім. Неге сонша есеюге асықтым екен? Бет ашар той бәрі жақсы өтті десем де болады. Кейбір оқиғаларды еске алмағанымда. Тойдан кейінгі келіндік өмір басталды. Ерте тұру, үй жинау мен үшін аса қиын болмады. Анам барлық шаруаны ес білгелі үйреткен. Анам жұмыста болғандықтан үйдің шаруасын әпкем екеуміз жасайтынбыз. Сондықтан үйдің тірлігіне мүлдем қиналмадым. Бірақ жасаған тамағым атама аса ұнамайтын. Еркек басымен әрбір кемшілікті үстел басына қайталап айта береді. Өз үйімде әкем олай тамағыма мін тағып көрмепті. Басында атамның сөзі үшін жылап қиналдым. Күйеуім мені жұбатып әлек. Әкеме мән берме, өзі сондай қытымыр жан. Үлкен кісі болғасын солай сөйлей береді. Құдды бір түрлі әлемге түсіп кеткендей болдым. Енемнің ерсі қылықтарын көріп, көзім шарадай болды. Киімдерді жуайын кірлеп қалыпты деп, үйдегі кір киімдерді алып кір машинаға салуға алып шықтым. Сол сәтте енем атам екеуінің сасыған бір пакет іш киімдерін алдыма лақтырып, «Мынаны қолыңмен жу, кір машинаға салушы болма» деп бұйыра сөйледі. Мен аң-таң болып тұрып қалдым. Туған әке-шешемнің қаншама киімдерін жусам да, іш киім дегенге мүлдем жолаттырмайтын. Қанша жеркенсем де жуымасқа амалым болмады. Аяқ қолы сау, мені әдейілеп қайта-қайта тексеріп жүрді. Ертесіне бетіме ұшық шығып қайта-қайта құсумен болдым. Өзім жеркеншек адам едім. Көз алдыма әлгі киімдер елестей береді. Менің бетіме қарап күйеуім менен жеркеніп жүргені жүрегімді ауыртты. Тұрыңдай сенің кесіріңнен ұшынатын болдым деп мырс етті. Ашуланып айқай салып едім, енем түгімді қоймай жер қылды. Содан кейін біздің арамыз суи бастағандай салқындық пайда болды. Күйеуім үйде жатқалы 1 айдан асты. Басында жұмыстан 1 аптаға демалыс алдым деп еді, бірақ жұмыссыз болып шықты. Әкесінің шағын темір тесек сататын бутигі бар. Соның ара-тұра түсіп тұрған ақшасымен күн көретін жалқау, жатып шер адам екен. Келгеніме көп болмаса да, қандай отбасына тап болғанымды өзім білмей дал болдым. Үйдің бар тірлігін жасасам да енемнен жақсы сөз естімедім. Атамды айтпаса да белгілі. Бір күні телефоныма белгісіз номерлер хабарласып кетті. Қоңырауды алмайын десем, кім екен деген ой санамды жеп барады. Телефон тұтқасын көтергенде өз құлағыма өзім сенбедім. Банктерден екен. Күйеуім миллиондап кредитке батқан көрінеді.
Өзінен сұрасам, тойға алынған кредиттер сенің шешең мен әкең тағылатын алтындарға кетті деп алаңсыз компьютер мен ойынын жалғастыра берді. Күннен күнге банктер қоңырау үзілмеді. Бұл жайлы тек мен ғана біледі екенмін. Ата-енем білсе де алаңсыз жүре берді. Өзім алтындарымды сатып төлей салғым келген, бірақ әкем мен анамның маңдай терімен тапқан ақшасына алынған дүниемді сатқым келмейді. Енем ойымды оқып қойғандай сумаң етіп бөлмеме кіріп, сенің алтындарың көп сияқты ғой, тойда мойның мен қолың үзілгенше алтындар тағылды. Кәне, соларды сатта, кредитті жап, өз тойыңның кредитін өзің жап. Біздің де мазаны алма деп бөлмеден шығып кетті. Кредиттердің жыры бітпеді. Тап бір мен алғандай бәріне мені кінәлі санап, енем мен атам әркез айта беруді шығарды. Күйеуіме салса 2 қойы 1 сом күйде жүре берді. Бұл жағдай әкемнің құлағына жетті. Бірақ кім арқылы деген сұрақ санама тыныштық берер емес. Әкем кешқұрым хабарласып, хал жағдайын сұрап, тағы бірдеңе білгісі келгендей сөзімді бұрмалай берді. Менің айтқым келмей тұрғанын білген әкем сөзді өзі бастады. Қызым, сен қазір қатты қиналып жүргеніңді әке жүрегі сезбейді дейсің бе? Мен бәрін білемін. Ол банкке берешекті мен-ақ өтеп берейін. Сенің бақытың үшін анаң екеуміз бәрімізді саламыз. Тек сенің қиналғаныңды қаламаймыз. Ертең күйеу бала менің жұмыс орныма келсін. Осы мәселені шешеміз деп тұтқаны қоя салды. Қатты ұялдым. Махаббат деп жүріп әке шешемнің шексіз махаббатынан ерте кеткенімді енді сездім. Күйеуім әкеммен жолығып, мәз-мейрам болып үйге кіріп келді. Арсыз ата-енем мәз болып, бұл да бір шешілген шаруа болды. Ей келін, бірақ сен ойлама, біз оларға ол ақшаны қайтармаймыз. Берсе күйеу баласы үшін берді. Бар тірлігіңді әкем ақша береді екен деп таңдайсыз ма? Деген енемнің рахметі жоқ, сораптап шайын ішіп отыра берді. Бар шаруаны бітіріп бөлмеге келдім. Ойладым, ең болмағанда күйеуім рахмет айтып жақсы сөз айтады екен деп. Бірақ бұл ой жай қиялым ғана екен. Тек түнгі өз шаруасын бітіріп теріс қарап жатқаннан басқа бір ауыз сөз айтпады. Қатты қынжылдым. Соншама ақмақ болып, жастайымнан шыққан күйеуім түрі мынау, ата-енем айтпаса да белгілі. Үй шаруасы деп қалай 4-5 айдың өтіп кеткенін байқамаппын да. Енем келгеніме жарты жыл болса да, әлі көтермедің бе? Біз қашан немере сүйеміз? Келген жұт келін екенсің, бедеу болсаң көзіңді құрт бұл үйден деп таң атпай ұрыс шығарды. Енем қанша ауыр сөз айтса да, бірде-бір сөз қайтарған емеспін. Соны біліп алған ата-енем мені басына берді. Тап бір сол кісілерге тұрмысқа шыққандай күйдемін. Күйеуімнің бары тек түнде ғана білінеді. Оның жұмысы тек тамақ ішіп, ұйықтап, компьютерде бітпейтін ойыны. Үйлендім, отбасылы болдым-ау деген бір ойы да жоқ. Осы үйге келгелі аса бір қонақтар келген байқамадым. Ешкіммен араласпайды десем де болады. Бәлкім енемнің мінезінен болар. Бірде таң азанмен енемнің айқайлаған даусынан шошып ояндық. Ойбай, алтындарым жоқ. Соншама жинаған дүнием жоқ деп жан ұшыра айғайлап үйді басына көтерді. Бөлмесіне жүгіріп барсақ, сандықтарды шашып тастаған шашы алба-жұлба. Бірден менің жағамнан алып, сен құрттың, сен алдың, сол алтынды қайтарып бер деп жұлқына сөйледі. Атам мен күйеуім әйтеуір арашалап алды. Мен негізі енемнің аса алтын таққанын байқамаппын да. Бәлкім тығып қойды ма, бәлкім әдейі жасады, әлде ойынға кірген ұлы алып сатып жіберген шығар. Bir жағы бір Аллаға мәлім. Мейлі, сонымен айғай-шу бітпеді. Енемнің көзі мен сөзі тек менде болды. Сен ұры келінсің, кредиттің өтеуі деп менің алтындарымды шешеңе апарып берген шығарсың. Сен келгелі бұл үйден береке кетті. Қане бер, маған тойдан таққан алтындарыңды, сомен бұл іс жабылсын деп енемнің өз арамдығын көрсетіп қойды. Білдім, енемнің бір құйтырқы ісі екенін. Апа, мен ештеңе алмадым. Оны алып маған не керек? Мен де шешемде алтынға мұқтаж емеспіз деген едім. Сонда сен бізді бишара дегенің ба? Ұятсыз, бетіңді тілсе қан шықпайтын сұмырай деп
Өмірімде естімеген сөздерді естіген менің құлағым шыңылдап кетті. Күйеуім үнсіз бөлмеге кіріп кетіп, бір кезде менің алтындарымды әкеле жатыр. Қолындағы менің алтындарымды шешесіне беріп, мынаны сіз алыңыз, бұл алтын тақпайды деді. Мен ашуланып енемнің қолынан өз атымды тартып алдым. Әке-шешемнің сыйлығын ешкімге бермеймін дедім. Енем болса мені итеріп, шашымнан жұлып, күйеуім бәрі маған жабыла кетті. Басыма қатты соққыға тигеннен есімді жоғалттым. Қанша күн жатқаным белгісіз. Есімді жисам, жерде жатырмын. Тіпті мені төсегіме апарып жатқызбағанда. О тоба, не деген жауыз адамдар. Бәрінен көңілім қалды. Бет-аузым көгергені кеткенін күттім. Әкем көрсе күйеуімнің қолын сындырары сөзсіз. Әкеме зиянымды тигізгім келмеді. Тұрмысқа шықтым. Өз отбасым болды деп қатты қуанып едім. Күйеуімді қаншама армандарыммен айырбастап едім. Бәрі бекер екенін кеш ұқтым. Не де болса бұл үйде қалу жөн емес екенін біліп, заттарымды жинап ешкімге ештеңе деместен кете бардым. Енем сыртта мәз болып отырды. Атам тіпті жұмысы да жоқ. Күйеуіме кетсем де, қалсам да бәрібір болды. Өз үйіме бардым. Анам қуанып қарсы алып еді, бірақ қолымдағы жүгімді көріп шошып кетті. Анама болған жайтты айтпадым. Тек күйеуім мінезіміз жараспайды деп жылы жабуын өтіндім. Анам ондай өжет адам еді. Қаладан әпкемді шақырып менің қасымда болуын өтінді. Ағамда Алисе келіпті. Әпкем бәрі үйге барды. Менің артымнан апарған дүниемді бәрін әкетуге келдік дегенде енем мен атам оларға айтпаған сөздері қалмаған. Қыздарың ұрлықшы, енді келіп дүниесін әкетеміз дейсіңдер ме? Сендерге берер затымыз жоқ, кетіңдер деп үйден қуып шыққан көрінеді. Әкем мен анам қатты қынжылды. Кенже қыздарының тағдыры осыншама қиын болғанына көңілдері түсті. Мен қатты терең ойға кіріп кеттім. Ештеңеге зауқым жоқ. Ата-анам мен үшін бәрін жасады. Бірақ қатты ұялдым. Ерте тұрмысқа шығып, тапқан абыройымнан кейде өле салғым да келетін. Алла маған баланы сол үшін де бермеген шығар деп ойлаймын. Ондай келешегі жоқ отбасының тұқымы көбейгенін қаламаған шығар деймін. Не де болса есімді тез жиып, орындалмаған арманымды жүзеге асыруым керек. Өткен өмірім мен үшін жаман түсте есімнен шығаруға тырыстым. Алла әллах маған жақсы ер азамат жолықтырар. Бірақ мен әзір тұрмыс құруға ендігі асықпаймын. Бұл оқиғамды тұрмысқа ерте шығып, ене мен күйеудің езгісіне шыдап жүрген келіншектерге арнағым келеді. Әңгіменің соңы менің арнама тіркеліп, лайк басып, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер.